Адамға жан кіргізу қиссасы. Тәңірі тағала рухты жаратып, денеге кір деп әмір етті. Рух жансыз, қараңғы балшық тәннің ішіне кіруге қорқып тұрды. Әрі жансыз дененің иісі де жағымсыз еді. Жебірейіл барлық періштеге құйқылжыдып, жеті сазбен зікір айтуды бұйырды. Адамды қоршай қаптаған қисапсыз періште сазды әуенмен зікір айтып бастады. Рух саздың ырғағына ілесіп тербелгенде бір сәт өзін ұмытып мастық хәлге түсті. Сол кезде Жебірейіл оны тәнге жайғастырып үлгереді. Жан адамның башпайынан бастап кірді. Башпайға жан кіргенде ол жыбырлады. Жан тізеге жеткенде аяқтың жүргісі келді. Жаңа туған бөбектің жүргісі кеп талпынатын дегбірсіздігі осыдан қалыпты. Жан белге келгенде отырғысы келді. Қарынға келгенде аштықты сезді. Жүрекке жеткенде бойын үрей биледі. Кеудеге көтерілгенде бойын мақтан кернеді. Мойынға мінгенде жан жағына қарағысы келді. Ауыздан әрі асқанда тілі жыбырлап сөйлеуді тіледі. Жан мұрнынан өтіп көзге келді. Айналасына қарап сансыз періштені көріп қайран қалды. Құлағына келгенде зікір, таспих, салауаттың әуенін естіді. Жан миға жеткенде алғаш рет өзінің дене мүшесіне зер салды. Жаббар хақ періштелерге адамға пейіштің жеміс жидегі мен сусынын әкеліңдер деп әмір етті. Адам кесе толы пейіштің тәтті сусынын ішкенде денесінен 62 тамыр пайда болып бойына қан тарады. Осыдан бастап адам қаны қасиетке ие болады. Нақақ төгілген адам қанының сұрауы қатты болатыны осыдан екен. Кенет адамның мұрны қышып, қатты түшкіріп жіберді. Жан орнынан қозғалып сыртқа шығып кете жаздады. Қорыққаннан «Әлхамділлә» деді. Сол кезде барша періште «Жарекім Алла» деді. Осыдан бастап түшкірген адам «Әлхамділлә», ал естіген адам «Жарекім Алла» деп айту мұсылман баласына сүндет болыпты. Құдай тағала жанға «Ал енді денеден шық» деп бұйырды. Жан сыртқа шыға алмай ұзақ тұрып қалды. «Әй жан, неге тез шықпайсың?» деп сұрады. Жан: «Уа жаратқан, мен кеудеге кірерде жеті сазға елітіп мас күйінде кірдім. Енді шығарда рақым етемін деген уәдеңді естімей шықпаймын» деді. Тәңірісі: «Егер ардан аттамай, әділдікті ту етіп, жүрегіңді таза ұстасаң, ақиретте рақым етемін» деп уәде берді. Алланың уәдесін естіген соң ғана шыбын жан денеден оңай шықты. Осыдан бастап күллі адам ұрпағына тумақ пен өлмек тағдырдың шын қазасы болып бекіпті. Бұл пәниде сұм нәпсіге бой алдырып, ардан аттағандар соңғы сәтте жан бере алмай қиналады екен. 5 күн жалғанда ар ұятқа бекем болған момындар қиналмай жан тапсыратын болыпты. Адамға жан кіріп, тұла бойына қан тараған соң барлық дене мүшесі өзінің артықшылығын айтып мақтаныпты. «Мен бәріңнен биікпін, сәждеге менің маңдайым тиеді. Бәсім бәріңнен жоғары» деді бас. Адам ақиқатты мен арқылы естиді. Саңырау адамға үгіт айтып не керек деді құлақ. Құлақпен естіген өтірік, көзбен көрген шын. 1000 рет естігеннен 1 рет көрген артық. Қала берді, мен көңілдің айнасымын. 7 қат көкті бір ғана қарашыққа сыйғызып тұрмын деді көз. Жұрттың бәрі бірінші бетке қарайды. Адам бір-бірін түріне қарап таниды. Мен арқылы сұлулықты сезініп, біріне бірі ғашық болады. Адамның шырайы менмін деді бет әлпет. Ас адамның арқауы. Мен болмасам, адам асты қалай жейді? Тамақ та, сусын да асқазанға мен арқылы жол тартады. Ауыз болмаса, піскен астан пайда жоқ. Аш адамнан 40 күн ақыл сұрамас болар. Құрсағы бостың құлағы шыңылдап, көзі бұлдырайды. Денеде дәрмен, бойда қуат қалмайды. Сондықтан бәрің маған бас иіңдер деді ауыз. Өнер алды қызыл тіл.
Тілдің қадірін білмеген кімнің қадірін біледі? Піл көтермегенді тіл көтереді. Өзім бұлбұл, сөзім бұлақ. Тауып айтсам, көңілдегі дауасыз дерттің емін мен беремін, деді тіл. Жомарттық менде жатыр. Адам баласы алыс-беріс тірлігін мен арқылы жасайды. Қайыр сахауатты Құдай қолға жасырған. Амандасқан адамдар әуелі қолын созады, деп мақтанды қол. Оу жарандар, сендерді көтеріп тұрған кім? Арындай бермей төменге назар салып қараңдар. Бәріңді қайырлы адамға бастайтын мен емес пе? Қаласам Меккеге барамын. Әр басқан қадамыма 1000 сауап. Мен тұрғанда сендердің сөйлеулерің бекер-ақ, деді аяқ. Әй аяқ, бас аяқтан ақыл сұрамайды деген. Ақылға кішілік жүрмейді. Мен жүректің суатымын, ойдың қуатымын. Адаспай аспандасам, 7 қат көкті кесіп өтем. Қармаласам, қолым аршыға да жетеді, деді ақыл. Осылайша барлық дене мүшесі, сезім қатпарлары бір-бірімен таласып жатты. Бұл айтысқа жүрек қана қатыспай, сабырмен таластың ақырын бағып тұрды. Жаббар хаққа жүректің сабырлы күйі сүйкімді көрінді. Әй, таласпаңдар! Сендер жүрек болмаса, жақсылықты алаңсыз насихаттай алмайсыңдар. Арсыз істі де жасайтын кездерің көп болады, деді де. Әй, бас, аптығыңды бас. Өмірде маңдайыңды сәждеге ғана емес, адасып тау мен тасқа да ұрасың. Әй құлақ, өсекке құмарсың. Ғайбат айтылған жерден тұрып кете алмайсың. Әй ауыз, бісміллә демесең, жеген асың арам болар. Адам ауруды астан да табады. Әй тіл, адамға келетін 10 бәленің 9-ы сенен болады. Бал тамған тілден уда тамады. Есіңде болсын, тілі бірді тілек қосады, тілі басқаны жүрек қосады. Әй көз, солу көрсең сұқтанасың. Арсыздық сенен басталады. Күндіз көргенмен түнде соқырсың. Жүректің көзі көз, бастағы көз без. Әй аяқ, сенің баспайтын жерің жоқ. Көп жүрген аяқ бұқ басады. Әй қол, кей кезде сұғанақсың. Ұрлық та сенімен жасалады. Есіңде болсын, ұрының қолын кесемін. Әй бет әлпет, жүзі сылаңның, сөзі сырдан келеді. Сылаң қағып, сыртыңмен адамды алдайсың. Іштің қатасын түзеуге құлқың жоқ. Жара бет жазылады, қара бет жазылмайды. Ұяттан кісі өлмейді, бірақ бетте сызаты қалады. Әй ақыл, шын ақыл аузын жауып, ділін ашады. Жылы жүрекке жалғанса, ақыл айналасына нұр шашады. Жүрек сенің айнымас серігің. Ол болмаса, сенен өткен тәкаппар болмайды. Біліңдер, ет жүрек барлық тәннің патшасы. Сендерді жүрек билесе, әлемде әділдік орнайды. Оған қалтқысыз бағынғанда ғана ақиретте сұраудан аман боласыңдар. Ол мейірім, махаббаттың ұясы. Ол бәріңнен артық, деді. Сосын дене мүшелеріне назарын тігіп, әрқайсының міндетін айта бастады. Көз, жаралыстан ғибрат ал. Ақылдың ой құмар болуына септес. Кірпік пен қас, сен екеуің көзді күзет. Ауыз, арамды татпа. Адаласты таңдап же. Маңдай, саған бақты қондырамын. Оның құтты мекені сен боласың. Желге, парыз бен қарызды сен арқала. Өлгенше өтелмеген борышың қалмасын. Таңдай, шырын сөз, әдемі әуез саған ұялайды. Қызыл тіл, шын сөйлеп бастағанда таңдайың тақылдап тұрсын. Арқа, ауыртпашылық саған түседі. Халықтың жолында қайыспауға серт бер. Жұдырық, сен ердің қаруы бол. Әлсізге болыс, ақылсыз майданға кіруші болма. Бүйрек, бауырыңа болыс. Жақынды жартқа жіберме. Бауыр, іші бауырың елжіреп, туыстардың татулығына бейім тұр. Ми, ақылға сауыт боласың. Сондықтан да сені ең қатты сүйекке, әрі ең үлкен биікке жайғастырдым. Шеке, паңдық мінез сенен болсын. Надандардың табалауына жол берме. Кеуде тәкаппарға керіл.
Кеуде тәкаппарға керіл, момынға иел. Шаш адамның ажарын аш. Бет ұяттың барын білдіріп отыр. Тіс адамның қайраты бол. Көкірек қазынаның кені бол. Құшақ адал досқа ашық бол. Нұр шуағын сіңіріп көрісуге асық бол. Тырнақ тазалықтың айнасы бол. Кірленсең көр азабын сенен бастаймын. Қарын адал ризықтың орны бол. Арамастан да ауру табасың. Білек дұға тілекте шаршадым деме. Қол сақилық сенен шығады, бірақ оң қолыңның бергенін сол қолың білмесін. Құлақ мәнді сөзге сергек жүр, былжыр сөзге бітеу бол. Мұрын бөтен іске тұмсығыңды тықпа. Сенің міндетің хош иісті тану. Бел тұқымның тазалығын, ұрпақтың адалдығын саған тәуелді етемін. Аяқ аңдап басу сенен. Саусақ санауды сен үйретесің. Есеп-қисап өнері сенен басталады. Жыныс ләззатты сен татасың. Бірақ құмарлыққа салынба, рухтың өсуін тежейсің, деді.